Бірде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маңызды жорыққа, отан қорғау жорығына өзінің сенімді ер жүрек сахабасы Амр ибн Асты жібереді. Жорық аясында ұлы сахаба бір әрекет жасайды. Ол әрекеті мына бір үкімде еді. Сол жорықтың түні қатты суық болады. Өте қатты суық болады. Мынау араб елдерінде күні ыстық болғанымен түні өте салқын болады. Сол кезде ол кісі үзір жағдай болып, ғұсыл құйына алмай, су болып тұрса да күннің салқындығына байланысты таяммум соғып, қолбасшы болса да таяммум соғып намаз өткізеді. Кейіннен осы оқиғасы ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жетеді. Сонда, я Амр, сен жорығыңда бір әрекет қылыпсың. Су бола тұрып, таяммум соғып, намаз оқыпсың. Бұл неге дегенде, я Алланың елшісі, ол түні өте салқын болды. Егер де мен жуынып намаз оқысам, денсаулығымды құртар едім. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтты емес па? Астағфируллах. Вала тақтулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Өздеріңді өлтірмеңдер. Алла сендерге ақиқатында мейірімді болды емес па дейді. Осы аятты оқығанда пайғамбарымыз жаңағы қолбасшы сахабидің әрекетін мақұлдап, жай ғана күліп қоя салған екен. Құрметті жамағат, бұл аяттан, бұл болған оқиғадан аларымыз адамның өмірі, жаны мен тәні ол үлкен аманат нәрсе. Адамның өмірі, Алланың берген жаны ол үлкен аманат нәрсе жамағат. Осы нәрсені білуіміз керек. Жаратылыстың ішіндегі ең ардақты жаратылған, ең абзал жаратылған кім екен? Ол адам баласы екен. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде не деді? Астағфируллах. Валақад каррамна бани Адама дейді. Алла тағала не деді? Мен адам баласын құрметтедім дейді. Оны артық жараттым дейді. Жаратылыстың ішіндегі ең ардақтысы, абзалы, артығы ол адам баласы екен. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла тағала не дейді Тин сүресінде? وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Адам баласын өте көркем, толық, кемел етіп жараттым дейді Алла тағала. Міне, біздің жаратылысымыздың өзі Алланың үлкен нығметі, үлкен Алланың ғылымы, ілімі, үлкен Алланың құдіреті. Алла бізге жан берді, жанды орналастырған тән берді. Сондықтан құрметті жамағат, ең бірінші нәрсе бұл Алланың берген өмірі біздерге аманат екен. Жаңағы сахабидің істеген іс-әрекеті, жаңағы сахабидің келтірген дәлел аяты адам өмірінің жаны, адамның өмірінің қымбат екендігі білінеді. Құрметті жамағат, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы өз-өзіне қол салу өте ауыр күнә тақырыбында.
өз-өзіне қол салу өте ауыр күнә. Қоғам дерттерінің бірі осы. Қоғам дерттерінің бірі осы. Біз имам ретінде, қоғамның ішінде жүрген азамат ретінде бұл қоғамның дертін айнадан анық көріп жүрміз, көріп тұрмыз. Жап-жас жігіттер, қыздар өз өмірлерін өздері қиып жатыр. Не жетпейді? Не жетпейді? Біз қазір жоқтық заманда емес, тоқтық замандамыз негізінде. Адамдар аштан емес, астан өліп қалып жатқан замандамыз қазір. Бұрын аштан өліп қалатын, қазір астан өліп қалатын адамдар бар. Бар замандамыз. Бірақ бар заманда болып тұрып, неге кейбір адамдар өздеріне қол жұмсайды? Неге өздерінің жанын қияды? Бұған бірден бір себеп нәрсе адамның жанының кедейлігі. Тән байлығымыз бар, Аллаға шүкір. Қарын тоқ, көйлек көк, сол тән байлығы ол. Бірақ жан байлықша. Адамның жаны кедей. Адам бұндай ауыр күнәға не себепті барады? Сол жанының күйзелісінен, жанының руханиятының кедейлігінен барады. Имансыздықтан барады. Жүрегінде иманы бар адам ешқашан жан күйзеліске түспейді. Өйткені ол Аллаға сеніп тұр. Бүткіл әлемді жоқтан бар етуші Алланың бар екендігіне сеніп тұр. Ол Алладан үміт етіп тұр. Имандылық деген не ол? Имандылық деген Алладан үміт ету және Алладан қорқу. Міне үміт пен үрей ол мүмин мұсылманның қос қанаты деген ғұламалар. Адам бір қанатпен ұша ала ма? Құс бір қанатымен ұша ала ма? Ұша алмайды. Сол сияқты иман ол екі нәрседен тұрады. Иманның мағынасы, яғни иманның мәні, бұл жерде иманның анықтамасы емес, иманның нәтижесі екі нәрседен тұрады. Ол үміт пен үрей екен. Ол қалай? Үмітпен өмір сүру керек адам. Бір Алла бар, бір Алла жаратты. Менің рызығым Алланың құзырында. Алла рызық беруші. Бір Құдай бар. Алла береді, Алла алады. Аллаға шүкір деген нәрселер сол үміт екен. Сол үмітпен адам өмірін сүреді екен. Сол үміт арқылы қиындығын жеңеді екен. Үміт арқылы қайғысын ұмытады екен. Үміт арқылы тіршілікке, еңбекке деген талпынысын оятады екен. Үміт арқылы жаңағы деніне шипа табады екен. Міне үміт бұл періштеден келеді. Үрей деген нәрсеш. Үрей де керек адамға. Өйткені сол үрей арқылы сіз жаман нәрселерден тыйыласыз. Адамға үрей де керек. Сол үшін пайғамбарлар не себеппен түседі? Сүйіншілеу үшін және де ескерту үшін дейді. Сүйіншілеу ол адамды үмітке жетелейді. Ой, осындай нәрсе Алла береді екен. Алла осылай нәрсе жасайды екен деп, мынау діндегі неге жәннат белгіленді, неге сауап деген нәрселер белгіленді? Адам үміттену үшін. Неге дін исламда тозақ, күнә деген нәрсе белгіленді? Өйткені ол үрей үшін. Адамда үміт пен үрей болу керек. Жаңағы үрейі нені жетелейді? Бұны жасауға болмайды, Алла көріп тұр. Бұлай жасасам, Алла мені азаптайды. Бұлай жасасам, Алла мені жаңағы қиындатады тағдырымды. Жазалайды, есепке алады, жауап берем. Мен де, менікі де, Алланыкі деп қорқа бастайды. Осы үміті мен үрейі не істейді? Адамды дұрыс нәрсеге жетелейді. Қасиетті Құран-ы Кәрімде не деді?
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ниса сүресінің 29 аятында өздеріңді өлтірмеңдер, Алла сендерге әлбетте ақиқатында мейірімді деді. Құрметті жамағат, ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Мән қатала нафсаху бишайин узиба бихи фи нари джаханнам». Кімде-кім өмірінде өзін не нәрсемен өлтірсе, тозақта сол нәрсесімен азапталады деді. Алла сақтасын. Асылып өлсе, сол жақта асылып тұрады. Өз-өзіне пышақ салса, сол жақта сол нәрсемен азапталады. Өзін өртесе, сол жақта өртенеді деген сияқты жаңағы қисындарға келтіруге болады екен. Құрметті жамағат, сол үшін әрине біз жұма намазының жамағат ретінде, мешіттің жамағаты ретінде бұл нәрсенің ауыр күнә екенін білеміз. Бұл нәрсенің Алланың алдында кешірілмейтін нәрсе екенін білеміз. Бірақ біз нені білуіміз керек? Сол нәрсеге апармайтын, содан сақтанатын нәрсені біліп, жастарға соны жеткізуіміз керек екен. Құрметті жамағат, ең бірінші нәрсе ол өмір аманат екенін түсіну. Аманат деген нәрсе не? Аманат деген нәрсе уақытша бір нәрсеге иелік ету деген сөз. Уақытша бір нәрсеге иелік ету, біреудің бір нәрсесін ала тұру деген сөз. Және де оның шарты қайтару. Біреуден аманат алып, оны қайтармасаңыз, ол аманатқа жатпайды. Сол сияқты мына біздің жанымызда, тәнімізде Алладан берген аманат. Алланың берген нәрсесі. Алланың берген нәрсесіне несі болады? Есеп болады. Сумма тусалуна яума изин анин наим деп Алла Тағала Такасур сүресінде айтты ғой. Сондай бір күн болады, сөзсіз ол күні барлықтарыңыз Алланың берген барлық нығметінен сұраласыздар деді. Міне, сондықтан бұл аманат деп түсінуіміз керек. Екінші, өз-өзіне қол жұмсау өте ауыр күнә екенін ұғынған адам оған ешқашан бармайды. Ол өте ауыр күнә екендігін санасына сіңірген адам ешқашан оған бармайды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде не деді? Кімде-кім өзін өзі қандай да бір темірмен өлтірсе, жаһаннамда қолына темір алып, мәңгі бақи өзін өзі түйреумен болады. Ал кімде-кім у ішіп өлсе, жаһаннам отында мәңгілік у ішумен қалады деген Алла сақтасын, осындай ескертулер жасады. Алла Тағала ол күнәні кешірмейді екен. Осы нәрсені құрметті жамағат біз білуіміз керек. Жақында мынау ескі көпірмен өтіп бара жаттым да, бір әйел кісі кетіп бара жатқан. Естіген шығарсыздар, бір ай бұрын ба осы. Жай бүйтіп өтіп бара жатқан, негізі мен қыдырып жүр деп ойлап қалдым. Бір уақытта енді жанынан өте беріп едім, аяғым көпірген асырып жатыр бұлай. Дереу тоқтап жүгірдім, бірақ қолын жібере салды. Барды үлгермей қалдық, сол мұзға құлап қайтыс болды. Көз алдымызда болып жатқан жағдай мынау. Жанын сақтауға үлгермейді қалдық. Әрине оны тағдыр, ажал деп біз Алланың ақида мәселесін итереміз. Ол Алланың жеке мәселесі. Оған Алла қандай өлім бұйырды, ол басқа мәселе. Бірақ та сол нәрсеге не жетеледі? Қазір адамдардың көбі стресте. Бізге мешітке әртүрлі жағдаймен келеді. Көп адам кредит алады. Осы нәрсе көп адамды жаңа суицидке итермелеп жатыр. Ана кредитін алады, ол өсіп кеткен, анаған барып жабады, оны алады, ол өсіп кеткен, анадан қарыз алады, мынадан қарыз алады.
негізі жап-жақсы өмір сүріп жатқан. Бір себеп осы кредит алу. Бірнеше себебін айтайықшы. Демек, соны білсек, біз жоламаймыз соған. Жай бүйтіп ойнамаңыздар. Алам жаба салам деген өтірік нәрсе. Сол үшін қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла деді: "Ямхуллаху риба ва юрби садақат" деді. Алла Тағала өсімқорлықтан берекені алып тастады деді. Өсімқорлық деген қазіргі кредит. Ва юрби садақат. Берекені садақаға беріп тастады деген аят бар. Берекені қайда беріп тастады? Садақаға беріп тастады. Осы көріп біліп жүрміз. Имам болғаннан кейін жамағаттың да жағдайын біліп жүрміз, қарапайым халықты да біліп жүрміз. Жамағаттар бар, Алла разы болсын, садақаларын беріп, бар өмірмен берекелі өмір сүріп жатыр. Құлшылығы да түгел, тіршілігі де түгел, бала шағасы да дұрыс, ата-анасы да жақсы. Түпкі мағынасына, өміріне бүйтіп қарасаң, әйтеуір садақа беріп жүр да. Аллаға шүкір. Береке бар. Береке бар. Сынақ келсе де, әйтеуір имандылығымен, берекесімен шығып кетеді. Ал бір адамдар бар, береке жоқ өмірінде. Неден? Сол жаңағы қарыз. Қарыз деген нәрсе жаман. Сол қарызы шешілмей кеткеннен, қиналғаннан кейін, жан-жақтан банктер звондағаннан кейін, қарыз берген ағайын туысы, досы звондағаннан кейін не істейді ана адам? Мешітке келеді, амал жоқ, 20-30 мың теңге ғана бере аласың. Басқа бере алмайсың оған. Бірақ 20-30 миллионға кіріп кеткен адам ол. Не істейді енді? Барады, секіреді, или асылады. Сондықтан осы нәрсеге жоламау керек жамағат. Екінші, суицидқа себеп болып жатқан нәрсе, ол құмар ойын. Қазір ставка деген шыққан. Алла сақтасын. Оп-оңай нәрсе, анан кіресің, тізіліп тұрады. Ана жерде бокс жазылып тұрады, астында футбол жазылып тұрады. Анау, мынау тігесің анаған. Оп-оңайынан кнопкасын басасың болады. Жарнамасы да қазір қаптап кетті, Алла сақтасын. Соған кірген жастар кетіп жатыр қазір. Өз-өзіне қол жұмсап жатыр. Өйткені ол ауру. Кәдімгі дерт ол. Алла сақтасын. Нашақорлық, алқаштық не? Құмар ойыны екеуі бір санаттағы нәрсе. Анауда ауру дерт, анауда рухани ауру дерт. Оңай ақша болмайды. Нағыз берекелі ақша маңдай термен келеді. Көп жастар соған алданады. Бірақ сол түбінде сол жасты өлтіреді. Неге? Өйткені ол құмар ойынға кірді, минусқа кірді. Не істейді? Ақырын алады, жалақысын салады, болмағаннан кейін досын алады. Сол құмар ойынның себебінен өтірікші болып кеткен, құмар ойынның себебінен алаяқ болып кеткен, суайт болып кеткен, 200-ді болып кеткен, қаншама сипаттар қалып баратыр да, ұрлықшы болып кеткен, өзінің досының ноутбугын алып сатып салып жүрген. Өзінің әкесінің бір нәрсесін, шешесінің бір нәрсесін салып жүрген. Сөйтіп, бірақ ар жағында жаны күйзеледі ғой. Мынау дұрыс емес. Жаны тыпырлап жатыр ар жағында. Сосын шайтан келеді ақырына, сен мына проблемадан енді құтылмайсың. Бірақ нәрсе бар ол. Ана жаққа кете сал дейді. Болды, тып-тыныш дейді. Бірақ ол шешім емес, Алла сақтасын. Міне біз бұндайдың алдын алатын нәрселерді біреу нетуіміз керек. Үшінші нәрсе, отбасылық мәселе. Суицидқа кетіп жатқан. Отбасында жылу жоқ. Әйелінен жылу таппайды, күйеуінен қамқор таппайды. Әрдайым күнәланудан шаршап кеткен. Отбасында береке жоқ. Бір-біріне қолдау жоқ. Бір күн ұрыс болған үйден 40 күн ырыс кетеді дейді қазақ. Ырысы кетіп қалған. Өзі сырттан адам, қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала не дейді? Сендерге әйелдер жараттық, тыныштық табуларың үшін дейді. Тыныштық табу дейді. Сырттан шаршап, шалдығып, әртүрлі адамдармен, әртүрлі қарым-қатынастан шаршап үйге барады. Үйде тағы одан ары не?
сондай нәрсе, қолдау жоқ, әйел адамға қолдау жоқ. Кейде ер адамдарда үлкен қателік бар. Мен басшымын, мені тыңдау керексің деп өзіне көп алып алады да, әйелге деген қамқорлық, әйелге деген көңіл бөлу, әйелге деген сөйлесу, әйелді тыңдау, соның деңгейіне түсіп бір қасында бір нәрселерін бірге атқару деген нәрсені еркек өзінше сырып тастайды, әйел ішіне жинайды. Әйел деген сондай нәрсе, ішіне жинайды. Бір күні жаңағы шизофрения болады сонымен. Сөйтеді да секіріп кетеді, асылып қалады. Неге? Өйткені ішке күйзеліс жинаған. Соған себепкер кім негізі? Күйеуі. Алла сақтасын. Міне үшінші суицидке барып жатқан нәрсе отбасылық жағдайдың дұрыс болмағандығы екен. Осы нәрселерді реттеуіміз керек. Бірінші не дедік? Көп қарыз алу, кредитке жақындаған адамдар кетіп жатыр. Оның ішінде алаяққа ұрынғаны бәрі бар. Екінші не дедік? Құмар ойын дедік. Үшінші отбасылық мәселе дедік. Төртінші бір себеп бар. Себепсізден себепсіз кейбір жастар қол жұмсап жатыр. Ол жігерсіздік. Көп бізде бір қателік жүріп жатыр, ағайындар. Бұрынғы біздің кезде балалық кезіміз мықты өсті. Қиындық көріп өстік. 90 жылдың бастары бір киімді 2-3 бала киіп өстік. Жаңағы тек қана нан жеп, айлап жылдап қант жемей өстік. Әйтеуір жоқпен өскеннен кейін де оның қазір жемісін көріп жатырмыз. Қандай жеміс? Біз үшін әзір рахат өмір сүріп жатырмыз. Жоқтықта өскеннің себебі сол. Ал қазіргі балалар барлықта өсіп жатыр да, бәрі бар, әке-шешесі бәрін беріп жатыр, алып жатыр. Бірақ солар өмірге кіріп жатыр ғой енді, оқуға түсті, ары қарай өзі жұмыс істеу керек, өзі бала шағасын бағу керек. Қиындық көрмегендер өмірдің қиындығына тап болып жатыр ғой қазір. Оқу қиындығына, әскер қиындығына, жұмыс қиындығына, отбасы қиындығына, күйеу болу қиындығына, әйел болу қиындығына түсіп жатыр да. Өмір бала кезін жаңағы қиындықсыз өткізбей, еркек болып өскен. Сол нәрсе оны бойындағы қасиеті, тұлғалығы, сабырлығы, шыдамдылығы, шүкіршілігі, барға қанағатшылдық деген сипаттары аз болған себепті бір болмайтын қиындыққа не істеп жатыр? Шыдамай жатыр. Тәуекелсіз, қорқақ кейбір жастар. Не ол армияда бір-екі таяқ жесең? Не болып қапты ол? Бір-екі күн ауырады да жазылып жүре бересің ғой, мысалы. Сол бір-екі таяқ жегенін көтере алмай, өйткені бала кезден таяқ жемеген да ол, барып асылып қалады. Сол үшін балаларды спортқа беріңіздер. Қазақта мақал бар ғой, 7 жасқа дейін 7-ден таяқ жейсің, 7-ден кейін 50-ден таяқ жейсің дейді. Ол негіз дұрыс. Бір жерін ауыртып, бір удар алып көріп, жығылып көріп, таяқ жеп көрген бала да жақсы негізі. Ол пісет соған. Ол үйренеді, оған еш нәрсе емес. Таяқ сағынатын кейде. Сондай кезіміз болады. Көбеліспегелі көп болды ғой деп жаңа. Ол жақсы бір шетінен, ол бұзық болсын деген сөз емес. Бала пісет. Мықты болады. Рухы мықты болады, физически мықты болады. Андай-мұндайларға сынбайды, жігерлі болады, қайратты болады, сабырлы болады, намысшыл болады. Оған жаңағындай сынақтар түк емес. Құрметті жамағат. Бір жағдай болды. Біреулер звондап қорқытқан ғой, бір жас жігітті. Бір қарыз алып қойыпты да біреулерден. Қазір бармаса, қазір мен 1 сағатта барам, тауып бермесең, мен сені сол жерде аузың бұзам деген ғой.
Анау қорқып сол жерде 9-шы этаждан секіріп кетті. Анау келіп менің аузымды бұзады деп. Не енді әлсіздік ол? Бұзса бұзсын көреміз да, басамын болса тіс шығады ғой деп жүре бересің ғой жаңағы. Ал сол не? Баланың жігерсіздігі, қиындық көрмегендігі. Сол үшін мына балаңды аясаң аяма деген содан қалған. Міне, суицидтің 4 себебін атадық. Осы нәрсемен күрессек, біз суицидтің алдын аламыз. Бірінші, жаңа әрине, имансыздықтан адам бірінші кетеді. Имансыздық, бойындағы керек қасиеттер жаңағы сабырлық, қайраттылық, жігерлік, шыдамдылық деген нәрселердің жоқтығынан. Ал енді қоғамдағы 4 себебі адамдар қарызға батқаннан, екінші құмар ойынға кіргеннен, үшінші отбасылық тәртіптің, жүйенің, отбасылық құндылықтың жоқтығынан, төртінші не екен? Жаттап болсаңыздар, жамағат, біздің уағызды барып айтасыздар ғой. Жастардың жіберіп, ерке қып, бармен өсіріп жатқанның зияны. Баланы кейде аш қалдыру керек. Үйде тамақ болса да кейде аш қалдыру керек баланы. Баланы кейде жоқтыққа аяқ киімі жыртылғанша алып бермеу керек. Жыртылсын, анау көрсін, аяғынан су өткені, қиналғанын көру керек. Сөйтіп тәрбиелеу керек. Баланы жұмыс ету керек, бел ауыру керек, қайсу керек. Сөйтіп тәрбиеленген бала, қиындық көріп өскен бала өмірдің қиындығына да шыдап береді екен. Алла тағала баршаларымыздың ғұмырымызды берекелі етсін, жастарымызға имандылық, ізгілік, тәрбие, күш, қайрат берсін иншалла. Қоғамымызды бұндай дерттерден Алла өзі сақтасын. Амин. Аллахумма a'inna ala зикрик ва шукрик ва хусна ибадатик би рахматик.